Северо-Казахстанский университет имени Казыбаева. Приветствую вас, Татьяна. Здравствуйте. Сіздер ме? Мен өте қуаныштымын бүгінгі қазақ тілі дамыту, қазақ тілін оқыту проблемасын жастар көтеріп жатқанына өте қуаныштымын. Рахмет сіздерге, балалар. Жалпы енді біз солтүстік регион болсақ та, біз қазақша сөйлейміз. Біздің жастарымыз қазақша сөйлейді. Жалпы біздің университетте көп салалы университет, оқу процесі екі тілде жүргізіледі, қазақ тілінде де, орыс тілінде де. Біздің кафедра, практикалық қазақ тілі кафедрасы орыс тілді аудиторияда қазақ тілін оқу пәні ретінде оқытады. Бұл жұмысты біз бірнеше бағытта жүргіземіз. Бірінші бағыт әрине оқу процесі. Біз енді типтік бағдарламадан жұмыс жасаймыз. Типтік бағдарламада көрсетілген тақырыптарды өтеміз. Негізгі мақсатымыз ең бірінші ол әрине студенттік коммуникативтік құзыреттерін қалыптастыру. Бұл жерде әртүрлі ситуативтік тапсырмаларды қолданамыз, шығармашылық тапсырмалар, бүгінгі күні негізгі технология мүмкіндіктері бар ғой, көп қой. Соларды пайдалануға тырысамыз. Кино, фильмдер көрсету арқылы, оларды талқылау арқылы, және әдебиеттерді оқыту, жаңа өздеріңіз айтқан Абайдың қара сөздерін балаларға оқыту, көркем шығарманың үзінділерін оқыту арқылы балаларды біз қазақ тілін үйренуге қызықтыруға тырысамыз. Тағы да мен айтып кетейін, бұл жерде мұғалім ретінде жалпы балаларды ең қазақ тілін жақсы меңгеру үшін өздеріңіз де жаңа айтып жатырсыздар, әрине ең бірінші бәрі отбасынан басталады. Тіл тәрбие құралы ретінде пайдалануға болады. Егер бала өзінің ана тілін жақсы меңгеретін болса, оның бойында адами құндылықтар да, оның бойында патриоттық сезім де, оның бойында жаңағы өзінің еліне, мәдениетіне деген қызығушылық та қалыптасады. Сондықтан біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев та оны айтып өтті, баламен отбасында қазақша сөйлеу керек. Сонда баланың бойында терең жаңағы өзінің ана тіліне деген сүйіспеншілік қалыптасады. Бұны ұмытпау керек. Бірден. Себебі мен де жаңа сіздер айтып отырсыздар, мен орыс мектебінде оқыдым, орыс ортасында өмір сүремін деп. Мен айтып кетейін, мен де кезінде Совет үкіметінде біз қазақ мектептерін жауып тастаған кезең болды сол кезде. Мен 8 жастағы бала орыс мектебіне барып, орыс мектебінде білім алуға мәжбүр болдым. 11 жыл, 10 жыл мектепте, орыс мектебінде оқыдым. Содан кейін институтта орыс филологиясы факультетінде оқыдым. Дегенмен мен өзімнің ана тілімді бір сәтте де ұмытқан емеспін. Себебі отбасында менің әжеммен қарым-қатынас қазақ тілінде болды. Сондықтан мен бұл жерде айтқым келетіні, құрметті ата-аналар, кішкентай балаларыңызбен, бүлдіршіндеріңізбен үйде қарапайым қазақ тілінде сөйлеуге тырысыңыздар. Қарапайым қазақ тілінде жаңағы кез келген әрекеттерді жасасаңыздар, баланың бойында бірден тіл қалыптасады. Жаңа дұрыс айтып отыр, жаңа жүргізушіміз, қай тілде баланы тәрбиелейсің, сол тілде бала сөйлеп кетеді деп. Сондықтан ең бірінші енді қазақ тілі біздің мемлекеттік тіліміз, оны ұмытпау керекпіз, қазақ тілінде сөйлеуді керекпіз. Тағы бір айтып кетейін, біздің енді бәрі айтады солтүстік Қазақстан, Петропавл, жаңа Павлодарда айтып таңғалып отыр. Павлодарда, Петропавлда қазақтар қазақша сөйлемейді. Сөйлейді, қазақтар да қазақша сөйлейді, қоя тұра орыстарымыз да қазақша сөйлейтіндер бар. Мысалы келтірейін, біз жыл сайын республикалық олимпиада өтеді ғой қазақ тілінен. Біздің студенттеріміз қатысады. 2019 жылы біздің студентіміз Мұстафаева Айсель гран-при ұтып алды республикалық олимпиада қазақ тілінен. Ал мысалы былтыр 2022 жылы, биыл ғой 2022 жылы біздің университеттің базасында өткізілген олимпиадада біздің екі студентіміз екінші, үшінші орын алды. Чахалова Этибар, Денисова Анастасия. Бүгін жастардың тіл үйренуге деген ынтасы да бар, қабілеті де бар. Тек қана олардың жаңағы осы қазақ тілін үйренемін дейтін ниеттері бар, сол ниетті біз қолдау керекпіз. Сол осы бағытта оларға
қажетті көмек жасасақ болды. Негізі балалардың, жастардың қазақ тілін үйренемін, оқимын деген ниеттері дұрыс болу. Жақсы бойына сіңірген жастарды тәрбиелейміз десек, онда бастауыш сыныптарда бірден қазақ тіліне басым назар аударуымыз қажетпіз.